облысы Райымбек ауданы Талас ауылы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің 6 сынып оқушылары. Иманғали Жансая. Мен Қонақов Фариза. Мен Төлеген Інжут. Мен Төлебат Айзере. Табиғатты аяла форумы жасыл сахна номинациясы бойынша Қуыршақ театры бойынша ертегі құрастырылып, ертегіміздің аты «Табиғат ана». Мен табиғатпын, сендерге көктем сыйлаған, жазда сая болған, күзде мол өнім берген, қыста бар жапқан, мәңгілік анамын. Бірақ соңғы кездері менің жаным ауырады. не деген керемет. Мына жерге не болған? Мына орманда бұрын жайқалып тұрады. Енді қарашы, пластик бөтелке, күл, қоқыс. Ал мұның бәрін кім жасады? Біз өзіміз күнде жеген шипсы қалдықтарын бөтелкелерді лақтыра саламыз. Ей, мен келдім. Қайда болсам қызық сонда. Пластик қорап темекі қалдығы нағыстан сол емес пе? Табиғаттың не керегі бар? Асфальт болса жетеді. Міне, менің балам күлкісімен жаба салып, мені өлтіріп жатыр. Ауам уланды, суым лайланды, жерім шаршады. Тоқта, бұл біздің ортақ үйіміз. Табиғат біздің анамыз. Оны қорғамасақ, болашақ болмайды. Біз әрқайсымыз кішкентай болса да үлес қосуымыз керек. Қоқысты жинау, ағаш егу, суды үнемдеу. Осының бәрі де маңызды. Мүмкін, менде өзгерім керек шығар. Мені жақсы көретін адам жоқ сияқты. Әркім қателеседі, бірақ маңыздысы оны мойындап түзелу. Табиғатты аяласаңдар, өз болашағыңды аялаған боласыңдар. Табиғатты аяла. Ол сенің өміріңнің айнасы.